Қатерлі ісік 100-ден астам аурулар тобы, қалыптыда болмайтын, өсуі бақыланбайтын жасушалардың өсуімен сипатталады. Қоршаған ортаның немесе ішкі факторлардың әсерінен жасушалардың генетикалық материалының зақымдануы немесе өзгеруінен сау денеде жасушалар өседі, өледі және бақыланатын түрге ауыстырылады. Кейде өлмейтін жасушаларға әкеледі және рак клеткаларының массасы немесе ісік пайда болғанша көбейе береді. Қатерлі ісік өлімінің көпшілігі метастазға байланысты. Қан айналымы жүйесіне еніп, дененің басқа бөліктерінде колониялар орнататын қатерлі жасушалар болады. Қазіргі уақытта ем бойынша үлкен жетістіктерге қол жеткізілді, бірақ қатерлі ісік әлі де 85 жасқа толмаған адамдардың өлімінің басты себебі болып табылады. ақш-та әрбір 4-ші адам қатерлі ісік ауруынан өледі. YouTube арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар.